Бисмилля, альхамдулилля. Құрметті осы парақшаны қарап отырған оқырмандар, көрермендер. Жалпы бүгінгі қозғағым келіп отырған тақырып ол ата-бабамыздың жалпы ұстаған діні, ата-бабамыз ислам дінінде болған ба? Қазір көптеген әлеуметтік желіде алып қашпа мәселелер өте көп. Ата-бабамыз ислам дінін ұстанбаған деп жатады, біреулер тәңірші дінін ұстанған деп жатады. Біреулер болса жалпы қазаққа дін 90-шы жылы ғана келген деп жатады. Көптеген әлеуметтік ақпараттар бар. Өкінішке орай халықтың позициясын өзгеріп жатқан адамдар өте көп. Алдыңғы эфирларында да, алдыңғы видеоларында да айтып кеткендей, бір қазаққа бір екі жанашыр адам бар сияқты болып көрінеді. Ол біреу жаңағы тәңіршілер өзінің дәстүрін алға тартып, біз қазақпыз, біз өзіміздің тәңіршілдік ұғымымыз бар, біздің дәстүріміз бар, біз қазақшылықпен жүруіміз керек деген сияқты тек қана тілмен айтып жатқан әлеуметтік желіде адамдарды не болмаса бір топтарды көріп жатамыз. Бірақ бұның парқына бармай, зерттемей, ол қайдан келді, бұның негізгі мақсаты не деген сияқты мәселелерді көбінесе адамдар эмоцияға беріліп көтермей жатады. Екінші бір топ, біз тек қана дінмен жүруіміз керек, бізде ұлт деген ұғым болмау керек, біз тек қана дінмен жүруіміз керек деген сияқты жастардың дінге жаппай бет алған жастарды өздерінің дінді желеу етіп жастарымыздың миын улап жатқан топтарда кездесіп жатамыз. Енді жалпы осыған сәл мағлұмат беріп кетейік. Енді өздеріңіз білесіздер, сонау Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кезінен алатын болсақ, сол уақыттан қазақ жеріне, яғни Орталық Азияға дін келген. Ислам діні сол уақыттан бері халық ешқандай қарсылықсыз қабылдаған. Көптеген тарихта ата-бабаларымыз осы дінді ұстаған. Және бұл дін қоғамда бізде баланс ұсталып тұрған. Ата-бабамыз өзінің дәстүрін де осы дінімен бірге алып жүрген. Бұны көптеген классикалық тарихи кітаптардан біз көреміз. Мысалы, қазіргі өздерін діншілміз, дінді уағыздап жүрміз деген адамдардың ырымға, қазақтың салт дәстүріне тыйым салып жатқанын біз көреміз. Мысалы, біз мынандай ырымдар, дүниелер бар. Үйге қарай жүгірме, табалдырықты керме, кір ыдыспен, сынық ыдыспен тамақ ішпе, ата-анаңның атын есімімен атама, түнде үй сыпырма, күлге дәрет сындырма, пияздың қабығын отқа тастама деген сияқты тыйымдар бізде бар. Мысалы, ыдыстың бетін түнде жауып қою деген. Осы дүниені жалпы қазақ айтып жатады. Енді кейбір өздерін дінде жүрміз деген адамдар бұл болмайды, жақсылық жамандық Алладан деп айтып жатады. Әлбетте жақсылық жамандық Алладан, бірақ десе де бұл дүниелер дінде бар. Пайғамбарымыздың хадисінен айтқан Таалимул Мутағаллим деген кітаптың шарықтары бар. Сол шарықтарында кім деген бұл заттар жасаса кедейлікке әкелетін себептер бар деп ислам ғұламалары 14-15 ғасырда бұндай дүниелерді айтып кеткен. Енді өкінішке орай бұл жағдай неге бұндай болып жатыр? Неге көп білімі жоқ жастар бұндай дүниелерді айтып жатыр? Кейбір кезде мен видео релстар салсам, комментарияларын бір қарап өтсеңіздер, көптеген жастар немесе діннен хабар жоқ адамдар мынау дұрыс емес, сенікі дұрыс емес деп. Жалпы менің айтқым келетіні, әр маман өзінің ісімен айналысу керек. Дінді оқыған адам дінде оқыған адаммен пікір таластырып, соның бәрі шариғат шеңберінде болу керек. Дінді оқымаған адам өз ісімен айналысу керек. Не болмаса мешіттердегі имамдардан діни ақпаратты сұрау керек. Өкінішке орай әлеуметтік желіде бүкіл ақпараттарды қабылдап алып, мынау дұрыс емес деген сияқты өздерінің бір діни идеологияларын жасап алған. Бұл өте қате пікір. Сондықтан қазіргі заманда әлеуметтік желі арқылы қате бұрмаланған діни контенттарды көріп, көп адамдар адасып, соны
өзіне идеология қылып алып жатқан адамдар өте көп. Тіпті олар өзіміздің дәстүрімізбен жүреміз, ханафи мазхабымен жүреміз дейді, бірақ шын мәнінде теріс ағымның синдромымен ауырып қалған жастар өте көп. Сондықтан құрметті көрермендер, әлеуметтік желі арқылы қандай да бір діни ақпаратты көру ол білім болып саналмайды. Білімнің өзінің иелері бар. Білім алатын адамның өзінің діни медреселерде, діни оқу орындарында көптеген пәндерді оқиды. Ал енді YouTube желісінде уағыз айтушылардың бәрі ол ғалым болып есептелмейді. Кейбір адамдар ойлайды, YouTube'да уағыз айтып жүрген, умраға кісі апарып жүргендердің бәрі ғалым деп. Уағызды қазір филолог та айтады, уағызды тілі шебер адамдарды айта береді. Сондықтан уағыз айту бір бөлек, діни ілім деген бір бөлек. Діни ілім дегеніміз ол өзінің алатын ілімі бар, және діни ілім оқыған ғалымдардың жалпы қоғамда не болмаса әлеуметтік желіде атақты болуы шарт емес. Сондықтан осы заттарды біз шатастырып алмауымыз керек. Осындай дүниелерді біз дұрыс бағалауымыз керек. Қазір дұрыс емес діни ақпаратты алғаннан кейін көбінесе діннен алшақтап жүрген адамдардың дін білімге қарсы деп айтып жатады. Бұл өте дұрыс емес пікір. Неге десеңіз, дін ең бірінші ғылымды, дін ең бірінші білімді талап етеді және соны бұйырады. Сондықтан Мұқағали бабамыз айтқандай, дін ғылымның атасы, ғылым діннің баласы деген өлең шумақтарында білеміз. Сондықтан асыл дініміз ислам діні әрдайым адамдарды білімге, қоғамға пайдалы болуға, жақсы ілім алып, дұрыс жаңағындай жаңалықтар ашуға шақырады. Сондықтан ислам діні дегеніміз ол білім алу. Қай саласы болсын, діни сала болсын, басқа сала болсын, адамға, қоғамға пайдалы болу екенін біз біліп жүруіміз керек.